Қай жігіт бай жігіт? Психологиялық тест. Ойлау жүйесінің түрі көп. Психология оны үшке бөледі: абстракт, логика, тәжірибе. Егер өзіңіздің ойлау жүйеңіз қай түрге жататынын білгіңіз келсе, мұқият болуды тексеретін тесттен өтіп көріңіз. Суретке қараңыз. 3 жігіттің қайсысы бай жігіт деп ойлайсыз? Егер сіз номер 1 жігітті таңдасаңыз, белдігіндегі айылбасын байқамаған екенсіз. Ол оның мүлде байлыққа қатысы жоқ екенін көрсетеді. Ол беймәлім фирманың белгісі. Бұл фактіні назардан тыс қалдырған адамның миы абстракт ойлау жүйесіне құрылған. Демек, сіз креативті ойлай аласыз. Мәселені шешуде ойға келмеген түйін табасыз. Мұндай адамдардың өмірі шығармашылықпен тығыз байланысты. Таңдауыңыз 2 номердегі жігітке түссе, тәжірибелік ойлау қабілетіңіз жақсы дамығанын көрсетеді. Бірақ дұрыс жауабы бұл емес. Сіз ақшаға жақсы қарайсыз, үнемшіл, табысты кәсіпкер бола аласыз. Әр ресурсты орынды қолданып, аяққа тұрып кетуге ішкі ойыңыз көмектеседі. Өте пысық адамсыз. 3 номерлі жігітті таңдағандар, сіздің логикаңыз өте жақсы дамыған. Нағыз бай жігітті дәл таптыңыз. Ол сырт көзге қарапайым көрінетін, бірақ бренд киім киген. Сіз аса ұсақ бөлшектерді де назардан тыс қалдырмайсыз. Сізді алдау мүмкін емес. Логикаңыз ең күрделі тапсырмаларды да шешуге жетеді. Адамдарды сырттан саралай білесіз. Сізден өте жақсы психолог шығады. Адамдарға және технологияға қатысты маман иесі бола аласыз. Егер сізге психологиялық тест ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіз.